Сәлеметсіңдер ме балалар? Тіл дамыту сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы азық-түлік. Сабағымызды жұмбақтарды шешуден бастайық. Бірінші жұмбақ. Нан, тоқаш және бәліш. Бұл ұнтақсыз, піспейді. Түсі әппақ, үгілгіш. Оның атын не дейді? Дұрыс, ұн. Сұйық, бірақ су емес. Әппақ, бірақ қар емес. Тамаша, сүт. Пісіремін, қуырамын, көжеге оны саламын. Одан дәмді жасалған шұжықты да ұнатамын. Бұл не, балалар? Ет. Балалар, бұл азық-түлікті қайдан сатып алуға болады? Супермаркеттен немесе дүкеннен. Дұрыс. Суретке қара. Ұннан жасалған өнімдерді ата. Нан, тоқаш, піспе нан, макарондар, құймақтар, бәліш. Ал сен тағы қандай ұн өнімдерін білесің? Ата. Суреттегі сүт өнімдерін ата. Айран, сүзбе, ірімшік, май, қаймақ, құрт. Сен тағы қандай сүт өнімдерін білесің? Ата. Бұл суретте ет өнімдерін атау керек. Қазы, шұжық, шұжықша, котлеттер. Еттен жасалған тағы қандай өнімдерді білесің? Тағамдардың құрамында әртүрлі пайдалы заттар, әсіресе дәрумендер болуы қажет. Дұрыс тамақтанған баланың дені сау, күшті болады. Қазір бейнероликті тоқтатып, суреттегі азық-түлікті ата. Олардың қайсысы пайдалы, ал қайсысы зиянды? Дұрыс. Чипстер және фрикар тобы зиянды тағамдарға жатады. Оларды көп жеуге болмайды. Ал қалған азық-түлік пайдалы және дәрумендерге бай. Өзін ұнатып жейтін қандай тағам бар? Оны қандай азық-түліктен дайындайды? Керісінше айт ойының ойнайық. Мен сөйлемді бастаймын, ал сендер аяқтайсыңдар. Бірінші есімізге түсірейік. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді қалай атаймыз? Дұрыс, антоним сөздер. Ал ойынды бастайық. Сүт, сұйық, ал қаймақ, қою. Көже, ыстық, ал шырын, суық. Нан, жұмсақ, ал кептірілген нан, қатты. Балмұздақ суық, ал шай, ыстық. Қарбыз тәтті, ал лимон, қышқыл, өте жақсы. Есіңе сақта. Азық-түлікті қорлауға болмайды. Асты қадірлей білуіміз керек. Дастархан басына келмес бұрын, алдымен қолымызды сабынмен жуып аламыз. Дастархан үстіндегі асты бірінші болып үйдің үлкені бастайды. Үлкеннен бұрын асқа қол созуға болмайды. Ас ішіп отырғанда
сөйлеуге, қатты күлуге болмайды. Газет немесе кітап оқуға, ұялы телефонмен ойнауға болмайды. Асты жақсы көңіл күймен ішу керек. Сол кезде ас сіңімді болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.